Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видеода мен сізге әйел денсаулығы үшін витаминдер мен минералдардың рөлі туралы, нақтырақ айтқанда, қай кезеңде қай витамин қаншалықты маңызды болатыны туралы толық әрі жүйелі түрде айтып беремін. Бұл көп сұралатын, бірақ көбіне бұрмаланған ақпаратпен толы тақырып. Әлеуметтік желіде мына витаминді ішсең барлығы жақсы болады деген жарнамалар көп. Бірақ шындығында әр витаминнің өз рөлі, өз мөлшері, өз қажеттілік кезеңі бар. Дене күрделі жүйе, ал витаминдер сол жүйенің дұрыс жұмыс істеуіне қажетті кірпіштер, бірақ оларды дұрыс, орынды пайдалану керек. Алдымен маңызды ескерту жасағым келеді. Мен бұл видеода нақты дозаларды, дәрі-дәрмек атауларын ұсынбаймын. Себебі әр адамның қажеттілігі жеке анализдер мен дәрігердің қарауы негізінде анықталады. Бұл видео жалпы білім беру мақсатында, өзін-өзі емдеу үшін емес. Витаминдерді, әсіресе жоғары дозада, дәрігердің қадағалауынсыз қабылдау зиян келтіруі мүмкін. Себебі кейбір витаминдер денеде жиналып қалады, және артық мөлшерде уыттылық тудыруы мүмкін. Ендеше, әйел өмірінің әр кезеңіне қарай витаминдердің рөлін ретімен қарастырайық. Репродуктивті жас, 18-ден 35 жас аралығы. Бұл кезең етеккір циклы белсенді жүретін, көбею функциясы ең жоғары деңгейде болатын кезең. Осы кезеңде ең маңызды роль атқаратын витаминдердің бірі фолий қышқылы, яғни В9 витамині. Фолий қышқылы жасуша бөлінуіне, ДНК синтезіне қатысады. Ал жүктілікті жоспарлап жүрген әйелдер үшін ол нәрестенің жүйке түтігінің дұрыс дамуын қамтамасыз ететін ең маңызды элементтердің бірі. Дәрігерлер жүктілікті жоспарлаудан кемінде 3 ай бұрын фолий қышқылын қабылдауды бастауды ұсынады. Себебі жүйке түтігі жүктіліктің алғашқы апталарында қалыптасады. Көбіне әйел өзінің жүкте екенін білмей жатқанда. Екінші маңызды элемент – темір. Репродуктивті жастағы әйелдер ай сайын етеккір кезінде қан жоғалтады. Бұл темір қорының азаюына әкеледі. Темір тапшылығы әлемдегі ең кең тараған тапшылықтардың бірі, әсіресе әйелдер арасында. Темір жеткіліксіз болса, шаш ағыштық, бас айналу, тері мен шаштың нашарлауы, концентрацияның төмендеуі байқалады. Ауыр немесе ұзақ етеккірі бар әйелдер әсіресе темір деңгейін тұрақты бақылап отыруы керек. Үшінші, Д витамині. Бұл витамин сүйек тінінің қалыптасуына ғана емес, иммундық жүйенің жұмысына, гормоналды тепе-теңдікке, тіпті көңіл-күйге де әсер етеді. Зерттеулер Д витамині тапшылығының овуляция бұзылыстарымен, СПКЯ-мен байланысты болуы мүмкін екенін көрсетеді. Біздің климаттық белдеуде, әсіресе қыс мезгілінде, күн сәулесінің жеткіліксіздігіне байланысты Д витамині тапшылығы өте жиі кездеседі. Төртінші, В тобындағы басқа витаминдер, әсіресе В6 және В12. Олар жүйке жүйесінің қалыпты жұмысына, энергия алмасуына қатысады. Ал В6 витамині көбіне етеккір алды синдромының белгілерін жеңілдетуге көмектеседі. Бесінші, омега-3 май қышқылдары. Бұл витамин емес, бірақ маңызды биологиялық белсенді зат. Ол қабыну процестерін төмендетуге, гормоналды тепе-теңдікке, тіпті етеккір ауырсынуын жеңілдетуге ықпал етуі мүмкін. Жүктілік кезеңі. Жүктілік кезінде витаминдер мен минералдарға деген қажеттілік күрт артады. Себебі дене енді екі организмге, ана мен нәрестеге қажетті ресурстарды қамтамасыз етуі керек. Фолий қышқылы бұл кезеңде де маңызды рөл сақтайды, әсіресе бірінші триместрде. Темір қажеттілігі шамамен 2 есе артады, себебі қан көлемі ұлғаяды, ал нәрестенің де өз қан жүйесі қалыптасуы керек. Кальций мен Д витамині нәрестенің сүйек жүйесінің қалыптасуы үшін қажет. Ал егер ана тағамнан жеткілікті кальций алмаса, оның денесі өз сүйек қорынан алады. Бұл анада остеопороз қаупін арттырады. Йод жиі ұмытылатын, бірақ өте маңызды элемент. Себебі ол нәрестенің қалқанша безінің, ал одан кейін жүйке жүйесі мен ми дамуының қалыптасуына тікелей әсер етеді. Йод тапшылығы жүктілік кезінде нәрестенің когнитивті дамуына теріс әсер етуі мүмкін. Омега-3, әсіресе DHA деп аталатын түрі, нәрестенің ми мен көру мүшесінің дамуына маңызды. Осы кезеңдегі барлық витаминдер мен минералдар міндетті түрде дәрігердің бақылауымен жеке анализдер негізінде тағайындалуы керек. Себебі жүктілік кезінде артық мөлшерде тапшылықта қауіпті болуы мүмкін. Лактация кезеңі.
Бала емізу кезінде де қажеттілік жоғары деңгейде сақталады. Себебі ана сүті арқылы нәрестеге қажетті барлық заттар беріледі. Д витамині, кальций, темір, В тобындағы витаминдер осы кезеңде де маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, көптеген ана осы кезеңде шаршағыштық пен темір тапшылығын сезінеді. Себебі босану кезіндегі қан жоғалту мен лактацияға жұмсалатын энергия ресурстарды тез сарқиды. 30 жастан кейінгі кезең және пременопауза. 35-тен 40 жастан кейін дене біртіндеп гормоналды өзгерістерге дайындала бастайды. Бұл кезеңде антиоксиданттардың рөлі артады. Е витамині, С витамині, олар жасушаларды тотығу стрессінен қорғайды. Сонымен қатар магний деңгейіне назар аудару маңызды. Себебі магний жүйке жүйесінің тыныштығына, ұйқы сапасына, бұлшықет тонусына ықпал етеді. Ал бұл функциялар осы кезеңде жиі бұзыла бастайды. Кальций мен Д витамині де осы кезеңде маңыздылығын арттырады. Себебі сүйек тінінің тығыздығы біртіндеп төмендей бастайды. Әсіресе эстроген деңгейінің төмендеуіне байланысты. Менопауза кезеңі. Менопауза кезеңінде эстроген деңгейінің күрт төмендеуі бірнеше маңызды салдарға келеді. Біріншісі остеопороз қалпының артуы. Себебі эстроген сүйек тінінің тығыздығын сақтауда маңызды рөл атқарады. Сондықтан бұл кезеңде кальций мен Д витаминінің жеткілікті мөлшері өте маңызды. Кейде дәрігер қосымша дәрі-дәрмек түрінде тағайындауы мүмкін. Екіншісі жүрек қан-тамыр жүйесінің қалпының артуы. Эстроген жоғалуы холестерин деңгейіне, қан-тамыр серпінділігіне әсер етеді. Осы себепті омега-3 май қышқылдары, В тобындағы витаминдер, әсіресе В6, В9, В12 жүрек қан-тамыр жүйесін қолдауда маңызды рөл атқарады. Себебі олар гомоцистеин деңгейін реттеуге көмектеседі. Үшіншісі Е витамині мен фитоэстрогендер. Олар кейбір әйелдерде ыстық басу, түнгі терлеу секілді менопаузалық белгілерді жеңілдетуге көмектеседі. Дегенмен бұл әсер жеке ерекшеліктерге байланысты өзгеруі мүмкін. Жалпы маңызды элементтер. Кез келген жаста. Енді жасқа қарамастан барлық әйелге ортақ маңызды витаминдер мен минералдарды атап өтейін. Цинк иммундық жүйенің жұмысына, терінің жағдайына, гормоналды тепе-теңдікке қатысады. Цинк тапшылығы етеккір циклінің бұзылуымен, терінің нашарлауымен байланысты болуы мүмкін. Селен қалқанша безінің қалыпты жұмысына қажетті микроэлемент. Қалқанша безі өз кезегінде репродуктивті жүйеге тікелей әсер ететінін біз бұрынғы видеода талқылаған болатынбыз. С витамині иммунитетке, коллаген өндірісіне, темірдің сіңірілуін жақсартуға қатысады. Қызығы, темір препараттарын С витамині бар өніммен бірге қабылдау оның сіңірілуін айтарлықтай жақсартады. Витаминдерді дұрыс қабылдау принциптері. Мен бұл видеода бірнеше рет айтқандай, витаминдерді өз бетінше тексерусіз қабылдау ұсынылмайды. Ең дұрыс жол алдымен қанға жалпы анализ, витаминдер мен минералдардың деңгейін көрсететін нақты анализдер тапсыру. Содан кейін дәрігермен бірге нақты тапшылыққа сай жеке жоспар құру. Сонымен қатар көп жағдайда алдымен тағамнан алуға тырысу керек. Теңгерімді тамақтану, жасыл жапырақты көкөністер, балық, жаңғақ, жұмыртқа, сүт өнімдері, бұршақ дақылдары көп витамин мен минералдың табиғи көзі болып табылады. Дәрі-дәрмек түріндегі витаминдер тек тағамнан жеткілікті алу мүмкін болмаған жағдайда немесе нақты тапшылық анықталғанда қосымша шара ретінде қолданылуы керек. Артық мөлшердегі витаминдерде қауіпті болуы мүмкін екенін тағы да атап өткім келеді. Мысалы, майда ерітін витаминдер А, Д, Е, К денеде жиналып қалады. Олардың артық мөлшері уыттылық тудыруы мүмкін. Сондықтан неғұрлым көп ішсем, соғұрлым жақсы деген қате пікірден аулақ болу керек. Қорытынды. Сонымен бүгін біз әйел өмірінің әр кезеңінде қандай витаминдер мен минералдар маңызды рөл атқаратынын толық қарастырдық. Репродуктивті жастан бастап жүктілік, лактация, пременопауза және менопауза кезеңдеріне дейін. Есіңізде болсын, әр дененің қажеттілігі жеке. Сондықтан ең дұрыс жол жыл сайын профилактикалық тексеруден өтіп, қажет болса нақты анализдер негізінде дәрігермен бірге жеке жоспар құру. Егер бұл видео сериясы сізге пайдалы болса,
гигиена, овуляция, витаминдер туралы видеоларымызды көріп шықсаңыз, денсаулығыңыз туралы көбірек түсінік аласыз деп сенемін. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіз, себебі бұл ақпарат әр әйелге қажет. Сау болыңыздар.